Баршаңызға сәлем, менің есімім Ерсұлтан, жасым 23-те. Мен қаржылық сауаттылық экспертімін және сіздермен алдағы уақытта ипотека, тұрғын үй салалары бойынша өзімнің кеңестеріммен бөлісіп отыратын боламын. Менің осы YouTube каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал енді нақты іске көшейік. 2026 жылда алдағы уақытта тұрғын үй саласы және жалпы ақша айналымы қалай болып жатыр, сол жөнінде айтатын болсақ. 2026 жыл басталғалы бері барлығымызға белгілі, немесе біреулер білмеуі мүмкін, көптеген бизнес түрлері жабылып жатыр. Және де налог өсті, НДС өсті. Соған байланысты көптеген тұрғын үйдің бағасы біреулер қымбаттайды деп жатыр, біреулер арзандайды деп жатыр. Түрлі қоғамда пікірлер бар. Оған енді сіз мысалы қазіргі уақытта пәтер алғыңыз келіп жүрген болуы мүмкін, немесе енді бастапқы жарнаға ақша жинап жүрген болуыңыз мүмкін. Осы жөнінде бірінші күні сөз қозғай кетсек, егер де өзіңіздің баспанаңыз жоқ болатын болса, егер бірінші үйге деген ниеттеніп жүрсеңіз, онда ақша жинауды тоқтатпаңыз. Оны біріншіден отбасы банктен бастап жинағаныңыз дұрыс болады. Яғни отбасы банктен шот ашып қойыңыз и сол жаққа ақшаңызды ақырындап сала беріңіз. Маңызды емес, бастысы 5.000 теңге саласыз ба, 3.000 теңге саласыз ба, ешқандай да ондай менің 3.000 теңгем не болады деген ойдан аулақ болыңыз. Өйткені кішкентай қадамдардың өзі Алла қаласа алдағы уақытта үлкен ақшалардың жиналуына себеп болады. Ал егер алдағы 2026 жылда тұрғын үй саласы қалай болады дегенге келетін болсақ, пікірлер бойынша, енді мамандардың пікірі бойынша 6 ай 9 айдың көлемінде тұрғын үй саласында сатылымдар өте аз болады деген болжам бар. Яғни 6 ай 9 ай көлемінде тұрғын үй бағасы түсуі мүмкін. Бұл енді нақты мәлімет емес, бір Құдай біледі қалай болатынын, бірақ факттарға сүйене отырып осылай болжам жасап отырмыз. Енді сіздерге осы 6 ай 9 ай көлемінде әзірге тұрғын үй нақты қолдарыңызда наличка ақша болатын болса, оны ұстап өздеріңізде уақытты күткен дұрыс болады. Ал егер мысалға сіздің дәл қазір баспанаңыз жоқ болса, онда енді қазіргі уақытта Қазақстанда баспана бәрібір де қанша қымбаттамады десек те өз бағасын жоғалтпайды. Сондықтан баспанаңыз жоқ болатын болса, егер алып алғаныңыз дұрыс болады. Өйткені енді жаңағы квартираға беретін ақшаны сол өзіңіздің баспанаңызға құясыз дейтін сияқты нәрсе ғой. Бүгінге осы. Енді алғашқы видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Астына сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше.